Армысыздар құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен тағы да бір қызықты видеомызды бастаймыз. Видео басталмастан бұрын арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Қару тірі немесе басқа нысандарды жою үшін құрастырылып жасалған, сондай-ақ дабыл беруге арналған құрылғылар мен заттар. Олар атыс қаруы, суық қару, газ қаруы, электр қаруы, пневматикалық қару, дабыл қаруы, лақтыру қаруы болып саналады. Бүгін біз сіздерге топ 10 ең қымбат қарулар жайында айтамыз. 10-шы орын. Швейцариялық әскери пышағы. Рейтингтің бірінші қатарында ең қымбат Швейцар пышағы тұр. Оны неге мұнша қымбат деп ойлап отырған боларсыздар. Оның мұнша қымбат болу себебі оның тұтқасы 900 платинадан жасалған. Және жалпы салмағы 4 карат болатын 430 гауһар таспен қапталған. Алмаздар түрлі түсті және штапордан бөтелке ашқышқа дейін арнайы қолданбаларға жарамды. Сонымен қатар таза алтыннан жасалған сәнді қораппен шынжыры да бар. Оның бағасы $70,000. 9-шы орын. Монархтардың қаруы. Boss 12GOU. Boss компаниясы британдық монархтардың коллекциясында тұрған нағыз корольдік мылтықтарды шығарады. Boss 12GOU моделі жеңіл әдемі нақышталған. Құны $125,000. 8-ші орын. Spielwerk шолақ мылтығы. IVO Fabry 12G. Бұл шолақ мылтық Италияда қолдан жасалған. Мұнда тек оқпанның өзі өнер туындысы ғана емес, сонымен қатар талғампаз қорабы да бар. Fabry'дің жанкүйерлерінің арасында Испания королі Хуан Карлос пен режиссер Стивен Спилберг де бар. Ал қарудың бағасына келер болсақ, $189,000. 7-ші орын. Қосауызды шолақ мылтық Виктория Пурди шолақ мылтығы. Джеймс Пурди және оның ұрпақтары 2 жылға жуық қару жасаумен айналысып келеді. Тіпті королева Викторияның өзі Джеймс Пурдидің тұрақты клиенті болған. Бұл мылтық тек қолмен және тапсырыс бойынша жасалады. Оған қоса бұл қару Джеймс Пурдидің жасағандарының ішіндегі ең қымбаты болды. Бағасы $195,000. 6-шы орын. Вакуумдық шолақ мылтық Fabry. Атақты итальяндық қару өндіруші Fabry компаниясының бұл мылтығы бірегей вакуум термиялық технология арқылы жасалған. Ол шектеулі тиражбен бірнеше данамен шығарылады және көркем шығармаларды еске түсіретін жеке гравюрамен безендірілген. 5-ші орын. Самурай семсері катана. Катана самурайлар қолданатын жапондық ұзындығы 90-120 см, сәл иілген бір жүзді қылыш. Ең таза болаттың бірнеше мың қабаттарынан жасалады. Мұндай қылыштарды жалтырату бірнеше аптаға созылады екен. Нәтижесінде олар өте өткір болады. Бір күні Европаның коллекционері Нью-Йорктегі аукционда 13-ші ғасырда жасалған катана Камакура үшін $418,000 төлеген. Содан кейін бұл катананың бағасы $418,000 болып белгіленді. 4-ші орын. Голландия және Голландия 20 габариттік ОУ. Осы атақты ағылшын брендінің мылтығымен Теодор Рузвельттің өзі сафариге шықты. Дәл осы қару 1994 жылы аукционда $550,000 сатылды. 3-ші орын. Дамаск болат бөшке. BO Falcon Edition Weapon. BO Falcon Edition Дамаск болатынан жасалған. Әзірге бұл сериядан тек бір ғана мылтық шығарылды, бірақ тағы да 4-еуі жобада. Сондай-ақ BO Weapon мылтықтары араб шейхтерінде өте танымал. Бағасы $820,000. 2-ші орын. Bing Bang тапаншасы. Бұл қару барлығыңызды таңқалдыруы мүмкін. Себебі бұл қару толықтай метеориттен жасалған. Cabot Guns компаниясының шеберлері тарихтағы ең қымбат тапаншаны жасады. Және ол катана мен Дамаск болат қылышынан да кем түспеді. Және оған метеориттен оқтар жасалуда. Бағасы $4,5 миллион. 1-ші орын. Наполеон Бонапарттың қылышы. Бұл қылыш 1779 жылы Мысыр жорығы үшін Наполеонға салтанатты түрде ұсынылды. Ол нағыз өнер туындысы болды. Оның жүзі Дамаск болатынан соғылған, сабы алтындатылған қолдан жасалған. Бұл қылыш 2007 жылы Асенат аукционында $6,4 миллион сатылды. Сонымен достар, бұл видеомызда өз соңына жетті.
Ал сіз қаруға қызығасыз ба? Өз ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Көріскенше қош сау болыңыздар.